кеуде керіп мақтанатын адамым, өмірдегі ең ардақтым бағалым. Көп болды ғой есту арман үндерін, алыстағы әке менен ананың. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын тума, туыс балалар, көрші көлем, құда жекжаттар. Ал енді бүгінгі мына әкеміз Сағынбайға, анамыз Нұрия Раушанға деп арнап жайып жатқан дастархан. Және осы дүниеге періштедей болып кеткен бейбіл қарындасыма деп арнап жайған дастархан. Бәріңіз де қош келдіңіздер. Енді әкем жайлы қысқаша айтатын болсам, әкем 22 жасында өтіп кеткен екен. Менің армияда жүрген уақытымда өткен екен дүниеден. Сол армияда жүргенде хабар келіп, соны Украинадан келіп, бір уыс топырағым салып әкем. Әкеге деген әркімде бір қимастық сезім болады ғой. Сол сезімді мына қысқаша видеомен жеткізгім келіп отыр. Әкеміз 18 жасымыздан бастап өзінің жұмыс жасап жүргенде вышкомонтажный контораға кіргізіп, осы өмірдің қиыншылығына, жұмыстың бағыт-бағдарының бәрін үйретіп кетті барынша. Енді алдымда 2 апам, артымда 3 інім бар. Бауырлар 4 көзіміз түгелміз, Құдайға шүкір. Енді барлығыңызға да көп-көп рахмет. Енді алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп-көп рахмет айтып басымды иемін бәріңізге. Рахмет. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Жаңа жолдас айтып жатыр ғой әкем туралы. Енді мен анама тоқталатын болсақ, мама өте керемет кісі болды. Қонақ жайыдан болды, ол кісі өте бауырмал болды. Мені өзі 1986 жылы құда түсіп алды, жолдаспен бірге отбасын құрдық, шүкірміз, немерелеріміз бар. Өмірден ол кісі ерте кетті, 54 жас деген өте жас, 25-ке қараған жасында өмірден кете барды. Барлығын сол кісі үйретіп кетті. Әттең тірі болса, осының барлығы осы балаларының басы көз төрт көзінің түгілдігінің амандығын көрсе, олар ма деген бізде де іштей бір қынжылдық болады. Сол уақытта біздер енді әкеміз бен анамызға деп, бауырымызға деп, бұл халқымыздың ағайын туысқанға ас беріп жатырмыз. Ол кісілер разы болар енді, әкеміздің атына, анамыздың атын қойып, кәсібімізді бастадық, Аллаға шүкір. Енді сол Көктем елді мекеніндегі картаға еніп, Нұрия деген автомобиль берілді, оған да қуанып жатырмыз. Әкенің тілегі, ананың дұғасы қабыл болады деген ризашылықтан, разылығымыздан, ол да бізге разы бар деген ниетпен ас беріп, әкеміз бен анамызға Құран хатым шығарып, бүгінгі ас беріп жатқан жайымыз бар. Алла тек тыныштығын берсін. Енді болашақта ұрпағымызға сабақ болсын, үлгі болсын, біле жүрсін деген. Қазір бәрі кескі ұмытылып баратыр ғой. Әкені, ананы ұмытпау керек. Міне біз ұлықтап жатырмыз. Бұл келешекте өзімізді ұрпағымызға сабақ қой деп ойлаймын. Уақыт ұлыстас. Ол адам өмірін үнсіз жазады. Тағдыр парағын бірінен кейін бір аударады. Сол уақыттың бір парағында 1932 жылы Қызылқоға топырағында нәр дамып, бір сәби дүние есігін ашты. Бұл Қойшылы Сағынбай еді. Дала төсінде ер жетіп, еңбекпен есеген ұлдың өмірі адалдықтың айғағы болды. Руы ысық, қадырғыл жапалақ, тектінің ұлы еді. Сол кездің қиындығына мойымай, ерте еңбекке араласты. Жас жігіттің арманы биік еді. Елге қызмет ету, адал еңбегімен абырой табу. Жастық жалыннан нәр алып, дәм айдап, Гурьев қаласына жолы түсті. Мұнда ол мұнай саласы бойынша білім алып, жаңа өмірдің есігін ашты. Қарамаймен бірге табандылықтың дәмін татып, өмірдің нағыз мектебінен өтті. Жұмыс бабымен Прорва өңіріне табан тіреді. Темірмен арпалысқан ауыр еңбектің ортасында ерлердің бейнесі сомдалатын еді. Сағынбай да сол ерлердің бірі еді. Еңбек оның серігіне, маңдай тер оның нанын айналды. Жастық жігер, намыс бен адалдық ол өмірдің шамшырағы еді. Сол бір еңбек жылдарының арасында тағдыр оған
Нұрия есімді нәзікте қайратты жанды жолықтырды. Досмағұл қызы Нұрия көркіне ақылы сай, мейір мен сабырлықтың иесі болатын. Екі жастың жүрегі табысып 1957 жылы шаңырақ көтерді. Осы сәттен бастап екі тағдыр, екі арна бір өзенге құйылды. 1958 жылы алғаш перзенті Майра дүниеге келді. Артынан Дәмел есімді қыз өмірге келіп, шаңырақ шаттыққа бөленді. Екеуі үшін өмірдің мәні, отбасы, берекенің бастауы болды. Көп ұзамай үйге ұл келді. Әкенің кеудесін мақтаныш кернеді. Ізім жалғассын деп, ұлына Жолдасқали деп ат қойды. Осылайша өмірдің арнасы табысып, жаңа тарау басталды. Дүниедегі ең қиыны сағыныш, ол ешқашан көрмейтін, ешқашан естімейтін, ешқашан келмейтін, ол ешқашан ешкім орнынан баса алмайтын, ол менің әкешім мен анашым. Ендігі тірі болғанда әкешім мені сарғызым деп еркелетуші еді, анашым тентегім деп еркелетуші еді. Сағынышпен еске аламын сіздерді. Жатқан жерлеріңіз жайлы болсын, жанаттың төрінде болсын орындарыңыз. Күн артынан күн өтіп, уақыт өз өресін кеңейтті. Сағынбай мен Нұрияның шаңырағы шаттыққа толы еді. Үлкен үйдің іші күлкіге, баланың өліне толды. Әке тірек, ана жүрек болды. Жолдасқалидан кейін Серікқали, Берікқали, Ғали дүниеге келіп, үйдің шам жанды. Балаларға қарап, ата-ананың маңдай тері ақталды. Әке тіршіліктің мәні адал еңбекте десе, ана бір-біріңе қамқор болыңдар деп ақылын айтатын. Уақыт өткен сайын балалар бой жетіп, өмірдің түрлі жолына түсті. Қыздары бой жетіп, елі мен жеріне абыроймен ұзатылды. Майра таз әулетіне келін боп түсті. Дәмелі Киікбай отбасына келін боп барды. Ата-ана үшін ең үлкен қуаныш ұрпағының бақытты болуы еді. Жиендер дүниеге келіп, шаңырақтың шаттығын еселеді. Сол сәтте әкеміз көз қуанышы жиендерін көріп, мейірлене маңдайынан иіскеп, әсіресе Арман атты сүйікті жиенін бауырына басып еді. Бірақ тағдырдың сынағы да қатар жүрді. Бір күні әке жүрегі сыр бере бастады. Ол ауырғанын білдірмей, ол қыздарының алдында күлімсіреп жүре берді. Себебі нағыз ер әлсіздігін көрсетпейді. Ол балаларына тірек болып қалуды өмірдің соңына дейін жалғастырды. Бірақ ажалдың да өз уақыты бар еді. Бір күні суыт хабар келіп, әкем мәңгілік мекеніне аттанды. Сол сәттен бастап өмірдің үні өзгерді. Сағынбай кеткенмен оның ізі балаларының жүрегінде қалды. Әкем мен шешем өте мейірімді, өте тамаша кісі болатын. Адамгершіліктері мол. Жаңа нелерін айтатын болсам, әкем былай кішкене қаталдау кісі болды, бірақ ішіне арзанды ештеңе жоқ, өте тамаша кісі болды. Шешеміз енді балмызда қойылды біздің. Адамдарға көмектескенін жақсы көретін еді, көршілермен жақсы араласып. Бала кезімде мен әке шешем екілеккенде секундайын деп айтатын, секошым деп айтатын. Нечеңде прораб болды, сонда шөпке апаратын. Шөпке барып, біздер әкем қасында кісілермен бірге шөп шауып жүрсе, біздер тақана шай ішу үшін, тамақ ішу үшін баратын еді қасымызда. Соған қызық еді, сол бізге қызық еді. Әкем газет көп оқушы еді. Газет алып қойып, газетті көп оқитын әкем. Әке шешем тірі болса қазір еркелеп әкеме. Қазір енді менен алты неме шөбересі болатын еді. Солардың қастарында болар ма еді? Қасыма келіп қояр ма едім? Білмеймін. Соны армандайтын мен. Әкемнен айырылғанда, әкем мен өзім 18-де болатын. Қазір мен 60-ға таяп қалдым. Әкемді де шешемді де өте қатты жақсы көретінмін, сағынамын.
армандайын, кейде жатқанда ойлаймын осындай әке шешем қасында болса ғой. Қарындасым бейбіл айналайын, фотосы бар еді түскен, соның қасында болып едім кезінде фотоға түсіріп жатқанда. Сарғамыстағы клубта Шашов дейтін орыс болатын, соның несі болатын. Фотостудиясы қазір сөйтен аталады ғой, маңында басқаша аталады. Сонда кішкене жылап тұрған фотосы бар еді, айналайын, жатқан жерім жарық болсын. Әкенің кетуі, ұлдың ерте есейгені. Жолдасқали сол күннен бастап анасына тірек, бауырына қорған болды. Мен әкемнің жолын жалғастырамын деген ой оның өмірлік ұранына айналды. Екі апасы тұрмыста, артында інілері, бәрі оған сенім артты. Ол ананың қасында болды, оны жалғыз қалдырмады. Тағдыр тауқыметіне мойымай, еңбек жолын жалғастырды. Уақыт өте келе ол өз сүйгенін жолықтырды. Қыздың ата-анасынан бата алып, Мүслима есімді ақ адал сүт емген жарын жолықтырып, адай әулетіне күйеу болып түсті. Ағайынның қуанышы мен ризашылығы оның арқасындағы күш еді. Сол күннен бастап ол тек бауыр емес, әке орын басқан тұлғаға айналды. Анасына, сен енді қам жемеңіз, мен сіздің арқаңыз болам деді. Сол уәдеге ол өмір бойы адал болды. Бауырларын үйлендіріп, әрқайсысына қамқорлық көрсетті. Тұңғышы Асқар дүниеге келгенде Нұрия анамыздың жүзінде қуаныш кернеді. Артынан Гаухар келіп, шаңырақ нұрланды. Анамыздың мейірім мен батасы осы үйдің берекесін арттырды. Немересі Асқар мен Гаухарды анамыз менің жүрегімнің бөлшегі дейтін. Оларды арқалап, жетектеп жүрген сәттері әлі көз алдымызда. Кейін Асқат келіп, анамыздың қуанышын еселеді. Бірақ уақыт шіркін шапшаң еді. Анамыздың жүзінен шаршау байқала бастады. Ол соған қарамастан балаларының қуанышын көруге асықты. Ұлдарын үйлендіріп, келін түсіріп, немере сүйді. Бала өмірдің жалғасы, немере Алланың сыйы деп отыратын. Сол сөздердің мағынасы жылдар өткен сайын тереңдей берді. Қайнағамыз бен абысынымыз сондай жақсы, сондай ағадамдар, көре қалдық. Балдары оның Майра ең үлкені. Одан кейін кісі Дәмелі, одан кейінгі Жолдас, Берік, Серік, Қали деген балдары бар. Айналайын балдарыма да көп рахмет айтам. Осындай мамаларын ескі, апаларын ескі алып жатқандарына ержедік. Дендерің сау болсын, аман жүріңдер. Ол кісілер шапағатшы болсын енді сендерге. Алды өздеріне арты қайырлы болсын енді. Нұрия анамыз 1938 жылы Гурьев қаласында дүниеге келген. Руы кете, мінезі сабырлы, жүрегі кең жан еді. Ол нәзік бола тұра, өмірдің ауыртпалығына иелмеді. Балаларына мейірім, отбасына береке сыйлаған ақ жүрек ана болды. Күйеуінің ауырғанын көріп, оның әр демін уайыммен қабылдады. Бірақ ешқашан әлсіздік танытпады. Әке өмірден өткен соң бар жауапкершілік оның иығына түсті. Ол ұлдарын үйлендіріп, қыздарын ұзатып, ұрпақтың іргесін бекітті. Асқар, Гаухар, Асқат сынды алғашқы немерелерін еркелетіп, менің алтындарым дейтін. Әр баласының қуанышын өз қуанышындай қабылдайтын. Әрбір үйлену тойында, әрбір шілдеханада анамыздың батасы жаңғырып тұратын. Ол отбасындағы әр адамға жол көрсетуші шырақ шам секілді. Екінші жылы Серікқали Айнагүл есімді келін түсіріп, немере Мақсат пен Жанарды бауырына басты. Анамыз солардың қызығын көріп, ризашылықпен Аллаға шүкір дейтін. Келесі ұлы
Берікқали, Наташа есімді жар тапты. Нүрия анамыз олардың да бақытына куә болды. Балам үйленсе шаңырақ көбейеді деп жүретін, ал кенже қызы Бибігүл 3 жасында періште болып кетті. Сол күн анамыздың жүрегіне мәңгілік із қалдырды. Бірақ ол мұны сыртқа шығармады, балаларына күлімсіреп қарады. Алланың ісіне қарсы болмайық деп сабырмен бәрін қабылдады. Көшеевтер әулетінде кішісі мен болам, есімім Қали болады. Менен кейін қарындасым болған, Бибігүл деген. Денеден 2 жасында болған. Әкеміз айтсақ, әкеміз жақсыдан болған, өмір бойы бөле жасаған. Анамыз дүниеден озардың алдында мені үлкен ағаммен жемешіне тасып кеткен. Қазір Құдайға шүкіршілік отбасым құрып 4 баламыз бар. Ақтөбе қаласында тұрамыз. Әке аманаты ұрпақтың иығында. Сағынбайдың ұлдары өз отбасыларын құрып, ата жолын жалғады. Жолдас Қали үлкен шаңырақтың иесі, бауырлардың тірегі. Серік Қали Атыраудан Алматыға дейін адал еңбекпен абырой тапқан азамат. Берікқали Алжар елінде үлкен отбасының тұтқасы. Алғали кенже ұл, ана аманатын арқалаған перзент. Анасы осы балам аяқтансын деп тілеп еді. Тілегі қабыл болды. Қазір Қали 4 баланың әкесі, Данагүлдей жарымен бірге өмір сүріп отыр. Данагүл бала келін болды. Ұрпақ өсіріп, ана келін болды. Даналығым тілге тиек ететін болсам, мен бақыттымын. Мен өсірген ата-анам бар. Абысын мен қайнағасын ақ мама, ақ папа деп атап, Серік Қали қайнағасын ағатайым деп, кіші абысынын апатайым деп, Берікқалиді ақ тәтем деп, абысынын сары мама деп атаған бақытты отбасы. Ұрпақ жалғасы үзілмей, тамыры тереңге жайылды. Бәрінің басын біріктіретін әке мен ананың рухы. Бүгінде әр ұрпақ сол рухты еске алып, дұға бағыштайды. Әр Құран хатым оларға арнау, әр естелік тағызым. Бибігүлдің де бейнесі жүректерде мәңгі сақтаулы. Періште болып кеткен балапан отбасының мәңгі естелігі. Сол үшін ұрпақтары шүкіршілік, сабырмен өмір сүріп келеді. Уақыт зымырап, жылдар сырғып өтті. Бірақ Сағынбай әке мен Нүрия ананың өмірде қалдырған ізі өшкен жоқ. Олардың артында қалған ұрпақ бүгінде елге сыйлы, бірлігі жарасқан үлкен әулет. Тұңғыш Майра мен жары Қанат Қали ағамыз Атырау жерінде үлкен отбасының ұйытқысы болып отыр. Ұрпағын кеңейтіп, өрісін кеңейткен, құдандалы болып отырған әулет. Кіші қызы Дәмелі өз отауын тігіп, Ақтөбе қаласында Киікбай жездемізбен бірге ұл қыздарын өсіріп, немере сүйіп, қызын ұзатып, келін алған үлкен отбасының ұйытқысы болып отыр. Бұл Нүрия ананың мейірім мен тәрбиесінің жалғасы. Ал тұңғыш ұл жолдас Қали Мүслима анамызбен қара шаңырақтың иесі. Ата-анадан қалған аманатты арқалап, бауырларына сүйеніш болды. Сол әкенің ізін жалғап, ананың аманатын сақтап отыр. Серік Қали мен Айнагүл де өз отбасын құрып, балалы шағалы болып, ана армандаған немерелерінің қатарын көбейтті. Мақсат пен Жанар Нүрия ананың көзін көріп, мейірімін сезген соңғы немерелерінің бірі еді. Берікқали мен Наташа өз шаңырақтарын Алжар ауылында